Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 6-чы уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Аны көргөн киши жок, кыз бала менен элдин иши жок, колунда бууданга деген жеми бар, күндө берип жүргөн жери бар. Кайда болсо тулпарды табам деген деми бар. Кардыгач өрүшкө жетип караса, жылкыдан караан көрүнбөйт. Жашын төгүп жалтырап ыйлайт. Айланайын жаныбарым, арча тору бууданым, абама бир туугансың. Чалгалмак алдыңа салып, аттардын баарын куугансың. Айбандыгың гана болбосо, акылың артык малсың. Агадай сыйлап ак чөлөм. Айрылып ыйлап мен калдым, айбанда болсоң билинип, айланып кайра келсеңчи, амалым кетип турганда арнаган жемиңди жесеңчи, атадан жалгыз абама алып барып сени берсемчи, жылкыда болсо билип, жылт коюп кайра келсеңчи, кишиден эстүү мал элең, кишенеп кайра келсеңчи, артыңдан кууп барууга менин алым жетпейт, ал душмандан коркомун, эгер кууп барсам, ач билектен албасын, ат соорга салбасын, мендей шордууну алып барып, ашманчы күңү кылбасын. Карындашын жоготсо, калкыма ушак болуп, канабам сөзгө калат го. Кардыгаштын сурмалуу көздөн жашы, суксурдай баштан тери агып, жаш чыбыктай солкулдап, жаш ооруп, буркурап ыйлап, боз дөбөдө турганда жогортон калың чаң чыгат. Чаң ичинде бир топ жан көрүнөт. Кардыгач капасы ашып толгонот. Чалгалмак мени көргөн го, жери кайгуулап жол салган, жоодан калган мерген го, шорумду колго берет го, аккан жашымды көрбөй, чачымды жулуп, чыркыратып кайыр айтсам, башымды кесет го. Ою оңго бөлүнүп, шырал жынга жашынат. Жылкыдан кайып туулган арча тору буудан кишиден эстүү мал эмеспи? Калың жылкынын сүрөөсү менен караңгыда барып калган. Чоң шашке болгондо суу ичип камынып, кумга оонап алып, эки жака көзүн салып, күндө жеген жемин эсине алып, калмакты көрүп кошкуруп, бышкырып, үйүр болгон 40 бууданды карап, окуранып кишенеп, улуу сууну бойлоп, кычык менен кылт этип, кыл куйругу жылт этип, кутулар өлчөөсүнө келгенде 40 бууданды ээрчитип алдына түшүп, арыштап жөнөгөн экен. Эки жагын каранып, кардыгач жаткан дөбөгө келип турган экен. Коркуп турган кардыгач козголуп ордунан туруп, макмалдан кылган дорбосун момолоп сунуп берип, башына нокто салып, көзүнөн өөп, солкулдап жашын төгүп, жалдынан жыттап, соорусунан сылап сүйүнүп, айласын таппай оолугуп, арча торуга кубануу менен жалынып сөзүн айтат. Айланайын жаныбарым, мейизден жем жеген күндөрүң эсиңе түшүп, 42 буудан ээрчитип, алтадыр бел ашып, аябай чуркап тер болуп келген турбайсыңбы? Мен садага болоюн, аркар көздү бууданым, адамга учар канатсың, ардактап минген тулпарсың, мейизден жемиңди берейин, жылкыда болсо жаныбарым, адамга тең көрөмүн, асылдан жабуу жабып, ардактап багамын, арпа жеген тишиңден, абама берген күчүңдөн, күрүч жеген тишиңден, күндө чапса чарчабас сенин күчүңдөн айланайын, арча тору буудандын жемин берип жетелеп, жөнөйүн деп энтелеп, арка жагын каранса, аттарды кууган калмактар топтошуп, дөбөдөгү аттарды көрүшүп, жоо экен деп токтолушуп калган экен. Кардыгач жалгыздыгын билет го, артымдан байкап жүрүшкөн го, деп торкодон кылган көйнөгүн чечип алып бүктөп, арча тордун үстүнө салынып ыргып минип, ат баштыкты колуна алып, аркасындагы буудандарды кыруу деп, айкын бөксө жол менен абасынын алдынан тосуп жөнөп бара жатты. Эртабылды 40 жигиттин ээрчитип, койчулар минип жүргөн көкчолокту минип, эки буту салаңдап, эки көз алаңдап, нарга кошун артып, жазайлап тартып, 40 жигит жабыла жөө басып, карагырды бет алып, алды жагын каранып, ак жолборсутай чамынып келе жатат эле.
алдынан уйган қалың чаң чыкты. Чаңды көріп Табылды дүрбүсүн салып қарап қалды. Бұл қандай чаң болды екен? Чалғалмақ бізді ептеп, айылдан шығарып, ара жерге жолап, қармап алып кетейін деп қарауыл қойып жатқан екен ғой, деп ойлады. Дүрбүсін сала беріп, шын эле чалғалмақ болса, Құдай маға берді ғой. Құрал тартып, темтеңдетіп издетпей, құпылыма тегереніп келді ғой. Атын атып салып, қарма алсам ба? Арқасындағы қалмақа андан кейін барсам ба? Же үшімді алып, өзін атып салсам ба? Табылды ушинтип ойланып, дүрбүсүн оңдоп, кайра салып қараса, ат көрініп, адам көрінбейді. Мал көрініп дағы жан көрінбейді. 40 жігіттін чақырып, қалмақтан шыққан чаң ба? Қачқан босқын мал ба? Алдындағы ербеңдеген адамбы деп қайрылады. Түс тоқтатып қараса, барыс түгел маралдай. Алдын қысын қараса, арча торы көрінеді. Үстіндегі адамбы чабалбай келеді. Аны анық танып алған соң, қардығач екенін көрген соң, айтарға сөзін таба албай қалады. Қағылайын қаралдым, қыз болса да медерім менен, аттарды қайдан тапқан? Қысылған кезде 40 будан таап бергенін қарачы. Сүйінші батыр, сүйінші. Қыздан жардам келерін білдің біле. Қарғадай болған медерім, қардығач менің зірегім. Қадырала құдірет, қыз да болса ушыны қараң қылып бергенін қара. Қыз да болса жөлөгім менің, қысылған күнде өбөгім. 40 жігіттің бағына төреліп, қиямат туымындай күнде чарчабай қызмат қылдың. Қыпындай жалғыз бөбөгім менің, қағылайын қаралдым. Қыз шашыңды сербейтіп алып, жан адамға білгізбей, жалғыз қантып жөнөдің. Табылды қарындашының елесін көріп бұрқырап, екі көзін жаш қылып, қуанып тұла бойын тері қылып, көз жашын тыя албай тұрады. Қардығашты көрген 40 жігіт жүрқарап қайқырып, ары кемесі ат үстінен алуға ұмтылады. Қардығашта сағамай сербеңдеп, көкілі ербеңдеп, ұшып авасын көріп, ағалары деп чақырып, бір паста жетіп келіп, аттардың барысын аман алып келдім деп, сөзін айталбай аптығып, көзін ирбебей елеңдеп қалады. Аттан көтеріп алышаттағы Табылды ментіп сұрайды. Қаралдым, сенің бұл жаққа кеткеніңде жеңең білбеді бе? Жоқ абаке, шашылып жалғызы кеттім еле. Қиямат болып тұрғанда қызда болса намысты алып бердің. Разымын. Қолындағы аты тиіп Табылды қайраттанып сүйініп қалады. Ерлердің бары дели өріп, қарсылдап үн салып, қатқырышып қалышады. Аттарға ноқору жүгін қатып, ноқто салышады. Тойғы баршы немелердей тамашаға батышады. Терін сүртіп, ақ қаңқы ер тоқышады. Жарақтарын салынып, чарайына чопқұт, туылғаларын киіп, қылғанжығаға теке доолбас байланып, айбалта чоқмор иліп, қылыштан бірге асынып, алмабаш мылтық алып, әләңгір жаасын қошып, қамданышады. 40 жігіт бұл жағынан адиселе, ат суытып алсақ деп ақылдашып, 40-қа тартып бастырышады. Қардығаштан ағалары олтырып мұндай собол салышады. Яйланайын Қардығаш, білгеніңді айтшы ғана. Өгізге оқтары артып, өр талашып жүйі басып, ағаларың жылқы алдырып, жол тартып, өжерлік менен келе жаттық. А сен жалғыз өзің жол чалып, қалмақтан аттарды қантып құтқардың. Қардығаш ағаларына өзінің қантып шашылыш менен аттардың артынан кеткенін, жана қантып мұнда алып келгенін, жолор артынан қуғанын айтып берді. Бұл сөз ұққан соң ағалардың зейіні бұзылды. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Актан Тыныбековдун вариантында Эр табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова, текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.